Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Шафидің рахимахулла тәрбиелі өнегелі сөздері бар. Бір сөзінде былай дейді: мен адамдарға дәлел деген кезде, бір адамға бір дәлел құжат айтқан кезде, сол адам дәлелді қабыл еткен кезде, ол адамды бірден жақсы көріп кетем. Ол адам үлкен зор адам деп санап кетем. Менің көзімде ол үлкен адам болады. Ал егер де керісінше ол адам айтылған шындық дәлелді қабыл етпесе, ол адам бірден түсіп қалады, абыройсыз болып кетеді екен. Бұл сөздің мағынасы, енді адам шындықты дәлелді қабылдамаған кезде, бұл өте төмен адамның белгісі, пендешіліктің бір төмен бір несі белгісі. Шынайы мұсылман шындыққа қарсы келмейді, дәлелді хақты қабыл етеді. Бұл сөз бізді осыны үйретеді. Және басқа сөзінде былай дейді: бір адамдармен пікір таласқанда ешқашан оны жеңем деп қаламадым. Ойым мынандай жеңу керекпін қалай болса да деп, ондай ой жоқ. Бір сөзінде айтады: мен біреумен пікір таласқан кезде іштен ол үшін тілеймін, жақсылық тілеймін. Алла тағала бұл кісіге тауфиқ берсін, берекесін берсін. Және шындық, ақиқат ол аузынан шыға ма, мен аузымнан шығады, маған бәрібір. Yani осындай әділетті болған. Жалпы имамдар, біздің имамдарымыз бар, суннит үлкен имамдарымыз бәрі сондай болған. 4 мазхаб имамдары, көпшілік ғалымдар сондай болған. Біз дініміз өзі хақ дін деп жай айтылмайды ғой. Осындай әділеттікпен бәрі құралған. Және басқа неде сөзінде айтады: 3 амал бар. Ауыр амал дейді, бірақ сауабы зор амалдар. Ол жаңағы жоқ болғанда болса да жомарт болу, жомарттық таныту. Және ешкім көрмегенде, естемегенде, оңаша қалғанда уара тақуалық жасау. Іштен болса, мысалы кей кезде бір мағына, бір тереңдеу мағына, адам іштен бір нәрсе ойлау мүмкін, дұрыс емес, қорықпай, жаман ойлап, арамдық ойлау мүмкін. Сол кезде бір пенденің сипатында келтіреді. Пенденің сипаты қандай? Ол дейді, бірінші кезеңінде әрдайым жаман ойлайды екен. Бірінші кезеңде жақсы ойламайды екен. Бірінші кезек жаман ой кетеді екен. Бұл да енді тазалықтың жоқтығының белгісі ол. Таза адам бірінші жақсы ойлайды. Содан қорқып, бірақ ол жария қылса, оны жаман ойды бірден жария қылмайды ғой. Өйткені олда да жаман ой егерде шындық болмаса, арамдық болса, өзіне ұят болады. Сол үшін іштен жамандық ойлап, арам ойлай жасайды. Содан Құдайдан қорқып, ешкім көрмесе де, естемесе де, жақсы таза жолды ұстап, мысал ретінде осындай жақсы ойлау. Керек кезде ғана жаман ойлау деген бар. Сын көзбен қарап бір жерде алданып қалмау үшін. Бірақ бірінші кезеңде мұсылман сондай таза болады, жақсы ойлайды. Содан кейін үшінші амал дейді, ақиқат сөзді айту білу. Қай жерде болса да, кімнің алдында болса да. Ана жерде бір адам болады дейді, үміт одан бар. Қазір болған жаңағыда айтсам болды, ол адам менімен қатынасын үзеді. Ертең болды, мені қолдамай кетеді деп, сондай үміт бар адамның алдына шындықты айту. Соған қарамастан ол ұнай ма, ұнамай ма, жақпай ма, жаға ма, жақпай ма. Және қорқатын адамына, мынау зияны тиеді ғой, қазір бір нәрсе проблем жасау мүмкін. Содан жаңағы соған қарамастан шындықты айту білу, ол үлкен зор амалдар, сауап үлкен. Оңай емес, бірақ сауап үлкен деп айтады екен. Және басқа сөзінде айтады: мен осы білімді тарату, білген білімді бәрі адамдар білсе ғой деп, осы пайдалы білім. Және ешкім оны маған қатыстырмаса ғой, мына Шафиді үйреткен деп, мен атымды шығармаса ғой, соны дейді, қалаймын, тілеймін дейді. Осылай ықыластың белгісі. Адамдар мақтау, атақ керек емес, бұл таза сауап үшін, жақсылықты жақсылық үшін жасау деп осы артында тұр. жаңағы кейбірлер өздерінді ғана емес, өздеріне қатысты адамдарды соны көтергісі келеді, атын шығарғысы келеді. Сондаймен айналысады. Бір мысал ретінде мағынасы ашылу үшін кейбір шариғатты бір мәселелер бар, көпшілік ғалымдар айтқан. Бір ғалым емес, бірнеше ғалым оны айтып кеткен. Бірақ олар барады, анау пәленше ғалым айтты ғана деп келтіргісі келеді. Ерекшеленіп, өздерінің ғалымдарын ғана атын шығарғысы келеді. Соған жабыстырғысы келеді, сол айтты деп, оны басқа айтпаған сияқты деп.
бірақ ол кітап, ол мәселе мысалы бүкіл тәфсирде бәрі бар. Тәфсирді ашқан адам араб тілінде көреді сол сөзді. Анау да ғалым айтты, мынау да ғалым айтты, бәрі айтқан екен. Бірақ мыналардың сөздері бойынша бір ғалым ғана соны айтқан екен деп болып шығады екен. Осылай не жасайды, біреудің атын шығарып. Сондықтан да шариғатта айтады кей кезде мынау ғалымдардың атамай да айтқан дұрыс, шариғат жеткізген абзал. Өйткені жаңағыдай осылай атын айтса осындай бір нелер бар, минустары бар. Атын аталу керек кезде, мысалы кей кезде анау адам дәлелдеу үшін, анау адам мысалы сол ғалымды авторитет болып тұтады. Сол үшін міне сен авторитет тұтқан ғалым айтып жатыр деп. Сен жаңа менің сөзімді шындық болса да қабылдамайсың, бірақ сені мынау авторитет тұтатын ғалым былай деп жатыр дегенде, ол біздің үмітіміз ол қабылдау керек қой енді. Бірақ ондай кезде де қабылдамайды. Онда жаңа имам Шафи айтқан кезде өте төмен, абыройы төмен адам екендігі. Сонда өз ғалымның несін сөзінде қабылдамаса, онда бұл адам не деген бұл адам? Бұл қайда шындық, бұл әділет қайда, шындықты хақты сүю қайда деген. Бәрі бір Құдай саса өтірікші болып кетеді бәрі шаруа. Және соңғы сөзі, ол да бәрі осыны қорытып айтылатын мағынасында, білім іздеу талабул илми афдалу мин салати нафила деп айтып кеткен сөзі де бар. Білім іздеу нафил намаздан артық. Яғни құр намаздан гөрі, нафил намаздан гөрі білім іздеу артық. Сондықтан осыған көңілімізді бөлейік. Мүмкіндік болса әртүрлі пайдалы білім іздеу керекпіз. Қазіргі заманда мүмкіндіктер өте көп, бұрынғы заман сияқты емес. Қазір білім бәрі тұр, бірақ бәрі мүмкіндік бар, үйрететін адам бар, кітап бар, жаңа еститін аудио бар, видео бар, әртүрлі бар, таңдап болады, уағыздар бар, анандай тілде, мынандай тілде, бәрі бар. Бірақ соған қарамастан адам білім іздемейді, ұмтылмайды. Түсінікті дүниеви тіршілік бар, күнкөріс бар, бірақ ол бәрі өткенші дүние бітеді уақытша. Ертең ақирет келеді. Ақиретте жаңағыдай өкініш болуы мүмкін. Мен неге бір уақытымды, Алла Тағала берген бір уақытым неге білімге жұмсамадым деп өкініш болады ол кезде. Өйткені ақиреттің Алла Тағала айтады. Ақирет ол бәрі артық болады, тұрақты болады неден, дүние тіршілік. Дүние тіршілік керек, адам өмір сүргесін өмірде, бірақ та ақирет амалдарына уақыт таппау деген бұл үлкен қасірет болады. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.